Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге торт жасауға арналған құралдарды көрсететін боламын. Бізге ең алдымен осындай силиконовый лопатка керек, міндетті түрде. Және де пергаментный бумага қажет. Ең бастысы бізге форма қажет. Қазіргі торттардың барлығы 20 сантиметрмен жасалады. Сондықтан да 20 сантиметрлік формадан алсаңыздар болады. Сосын спатула, менде осындай кішкентай спатула бар, және үлкені бар. Үлкені емес, кішкентайын алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Және де торттың сыртын түзетуге шпатель қажет болады. Менде осындай темір шпатель және де осындай силиконовый шпатель бар. Бірақ темірі өте жақсы, темірін алсаңыздар болады. Және тортты жинағанға осындай ацетатная пленка дейді, кондитерлік дүкендерде бар. Осыны алсаңыздар болады. 1 метрі бір тортқа кетеді, және бұны қайта-қайта қолдана берсеңіздер болады. Краситель қажет болады. Краситель әрине бастапқы кездерде онша қажет емес, бірақ сосын алсаңыздар болады. Топ декордың красительдерін қолданамын мен. Және де черный краситель бұл көп керек емес негізінде. Және де маңызды құралдардың бірі осындай поворотный столик. Бастапқы кезде осындай столик алсаңыздар болады, немесе тағы да жақсылар бар. Мынаны мен 1600 теңгеге алдым. Негізінде бағалары 1600-2000 теңге арасында. Және де темір осындай поворотный столиктер бар. Олар да өте жақсы. Сразу соны бірден алсаңыздар да болады. Және бізге ең басты қажет ол миксер. Менде миксерім осындай миксер. Сіздер ручной миксер қолдансаңыздар да болады әрине. Мен басында ручной миксер қолданғанмын. Және кейде оформление жасаған кезде осындай формалар қажет болады. Осындай формаларды алып қойсаңыздар да болады. Міне дөңгелек міндетті түрде қажет болады. Дөңгелекті алдын ала алып қойсаңыздар болады. Және осындай гүлмен менде нелер формалар бар. Және де бізге міндетті түрде насадкалар қажет. Менде осындай насадкалар мындай бар. Бұны мен коробкасымен алдым. Ішінде осындай түрлі насадкалар бар. Мен бұны 2000 теңгеге алдым, және осындай сары түсін алдым. Сарысы басқаша, әртүрлі мынандай. Бұны да тоже 2000 теңгеге алдым. Бастапқы кездерде бұл онша қажет емес, бірақ міндетті түрде керекті заттардың бірі десем де болады. Және де осындай кондитерский мешок қажет болады. Бұны міндетті түрде алуларыңыз қажет. Осындай мен мынаны 800 теңгеге алыппын. Ішінде 100 штук болады. Бір алсаңыздар, торт жасайтын болсаңыз 3-4 айға. Және де бізге подложка міндетті түрде қажет. Мынау менде орташасы, бұның жұқасы бар, және де бұдан қаттысы бар. Осындай орташасын алсаңыздар болады. Жұқасын алмай-ақ қойыңыздар. Міндетті түрде осындай форма алсаңыздар болады. Бұл форма 16 сантиметрден 30 сантиметрге дейін ұзарады, биіктігі 10 сантиметр. Осындай форманы алсаңыздар өздеріңізге өте ыңғайлы болады. Бұл видео торт жасауға арналған құралдардың бірінші видеосы, және тағы да екінші видеосы келеді. Видео ұзақ болмас үшін мен қысқаша айтып кеттім. Негізі торт жасайтын болсаңыз, бірінші осы заттарды алғаныңыз дұрыс. Бұл менің YouTube каналымдағы алғашқы видеом. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Жұлдыз.